Қараңыздар, шапкаға біз құлақшаны тоқитын кезде артқы бөлігін теңдей үшке бөлуіміз керек. Міне, соның мына бөлігі құлақша болады. Және бергі жағына, қараңыздар, астыңғы бөлігі ғой үшке бөлінген, мына жерінде құлақша болады, және екі жақ шетінен 1 сантиметрдей бері қарай тағы жылжуымыз керек. Баланың құлағын полностью жабу үшін. Дәл мында шетінен тоқымаймыз. Қай жерден қай жерге дейін құлақша болатынын маркермен белгілеп аласыздар. Менде міне осы жерден мына жаққа дейін екі жағында бірдей болу керек. Мен мында уже жібімді бекітіп қойдым. Міне бір жұмыс петлясы, енді бір воздушная петля тоқимыз. Маркерге дейін менде 12 шығу керек. Мына әр қатардың үстіне тоқып отырамыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 маркер тұрған жер, және 12-шісі мына жаққа тоқылады. Арғы жағында 12 болса, бергі жағында да 12 болады. Мен мұнда кішкене жібім жетпей қалды. Әлі бекіткен жоқпын бауын. Мінекей, біріншісін тоқыдық. Екіншісі столбик без накида. 3 столбик без накида. 4 5 6 7 8 9 10 11 және маркер тұрған жерге 12-ші столбик без накида тоқыдым. Келесі қатар тоқу үшін бір воздушная петля подъема тоқып алып, тоқымамызды бұрамыз. Екінші қатарда да біз 12 столбик тоқуымыз керек. Крючоктан кейінгі екінші петляға екі қабырғасынан бірге алып тоқимыз, қыздар. Бір столбик без накида, екінші столбик без накида, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-шісін мына жердегі ең соңғы біздің жіп бекіткен жерімізден. Мінекей 12 столбик без накида. Бір воздушная петля. Тоқымамызды бұрамыз. Келесі қатарда біз 10 столбик без накида тоқуымыз керек. Яғни 2 столбикқа қысқартуымыз керек. Крючоктан кейінгі екінші петля, міне осыған крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 2 петля және келесі петляны бірге қосып тоқуымыз керек. Келесі петляға да крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірге қосып тоқимыз. Яғни біз бір петляны қысқарттық. Бұл бізде бір столбик болып саналады. Столбик без накида. 2 3 4 5 6 6 7 8 9-шы петляны біз дәл басындағы сияқты 2 петляны қосу арқылы тоқимыз. Крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 2 петля. Келесі петляға крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірге қосып тоқимыз. Бір петляны қысқарттық. Мынау бізде 9-шы столбик без накида болып саналады. Ал 10-шы столбикті біз әдеттегідей мына жерден тоқымаймыз, мінекей, бұдан емес.
мына шетінде тұрған мына петляны көріп тұрсыздар ғой, осыған тоқимыз. Мінекей. Бір воздушная петля тоқимыз, петля подъема бұл бізде. Келесі қатарда тағы да 2 столбикқа қысқартуымыз керек, яғни 8 столбик тоқуымыз керек. Крючоктан кейінгі 1-2 петляға міне крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз. Одан кейінгі петляға крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірге қосып тоқимыз. Бұл бізде бірінші столбик без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Қазір 7-ші столбикта біз тағы да қысқарту жасаймыз. Міне. Жұмыс жібін тартамыз, крючокта 2 петля. Келесі петлядан жұмыс жібін тартамыз, крючокта 3 петля. Үшеуін бірге қосып тоқимыз. Бізде бір петлямыз қысқарды. Бұл 7-ші столбик без накида. 8-ші столбикті мына шетіндегі петляға тоқимыз. Бір воздушная петля, тоқымамызды бұрамыз. Ендігі қатарда бізде 6 столбик болуы керек. Крючоктан кейінгі 2-ші петля, міне. Және 3-ші петля, екеуін бірге қосып тоқимыз. Бір столбик деп санаймыз бұны. 2-ші столбик без накида. 3-ші столбик без накида. 4. 5-шісін қысқартамыз. 1, 2, крючокта 3 петля, үшеуін қосамыз. 6-шісін мына жерге тоқимыз. Воздушная петля. Келесі қатарда бізде 4 столбик болады. 1, 2, 3-шісін қысқартамыз. 4-ші столбикті ең шетіне тоқимыз. Бір воздушная петля, тоқымамызды бұрамыз. 2 столбик без накида тоқуымыз керек. Бірінші екеуін қысқартамыз. Енді келесін мына 2 петляны қосу арқылы тоқимыз. 2-ші столбигімізді. Крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Және мына шетіндегі петляға да тоқимыз. Бұдан да жұмыс жібін тартып шығарамыз. Үшеуін бірге қосып тоқимыз. Бір воздушная петля, тоқымамызды бұрамыз. Енді бізге бауын тоқи берсек болады. Баудың ұзындығын өз қалауларыңызша тоқисыздар, қыздар. Бірден крючоктан кейінгі 2-ші петляға бір столбик без накида тоқимыз. Енді бауды бастап кетеміз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Менің жібім қысқа ғана, ұзын қылуға жетпейді. Сол себепті 25 воздушная петлямен ғана тоқимын. Міне крючоктан кейінгі 2-ші воздушная петлядан бастап біз соединительный столбик тоқып шығамыз. Соединительный столбик ол бізде крючокты кіргізіп, жұмыс жібін 2 петлядан да тартып шығарамыз мұны.
Ең соңғы воздушная петляға тоқып болғаннан кейін мына шетіндегі петляға біріктіреміз. Біріктіргеннен кейін жіптің ұшын инемен жасырып шығасыздар, қыздар. Мына бауым негізі сәл қысқалау, одан ұзынырақ болғаны жақсы. Байлауға ыңғайлы болады. Мінекей осындай кішкентай балаларға да сүп-сүйкімді шапочкалар тоқып алсаңыздар болады. Мына төбесіне мен помпон жасаймын, бубенчик. Помпонның жасалуы каналымда бар. Осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кетемін. Енді снуд тоқуға келсек, снудты деген дәл сондай узормен тоқисыздар, шапканы тоқыған сияқты. Бірақ та біз макушка жағында соединительный столбик тоқыдық қой. Снуд тоқыған кезде олай жасамайсыздар. Снуд тоқыған кезде әр қатардың соңында әр қатардың соңында соңғы петляның екі қабырғасынан бірге алып тоқисыздар. Біз шапканың төменгі жағын осылай тоқыған болатынбыз, е. Соңғы петляның екі қабырғасынан бірге алып столбик без накида тоқыдық. Воздушная петля көтереміз. Тоқымамызды бұрып, крючоктан кейінгі екінші петляның арғы қабырғасынан столбик без накида тоқи береміз. Қатардың соңына келген кезде ең соңғы петляның екі қабырғасынан бірге алып тоқимыз. Екі жағынан да осылай мінекей. Енді снудиктің размері қанша болу керек? Размерлері мына 25 сантиметр. Мен тоқып жатқаным кішкентай балаға. Биіктігі 25 сантиметр, ал ширинасы 23-24 сантиметр болады. Және де бұл снудымыз біздің созылады. 1-2 жасқа тоқып жатырмын. Өз қалауларыңызша жасай беруге болады биіктігін. 20-25-тің арасы кішкентайларға, ал үлкендерге 25-30-дың арасы. Ал ширинасы мен стандартны өзімнің қолданып жүрген размерлерім 23-25 сантиметр кішкентайларға, үлкендерге 25-27 сантиметр. Бұл егерде сіз капюшонның сыртынан кигізетін болсаңыз, тағатын болсаңыз. Егерде куртканың ішінен мойныңызға жабысып тұратындай қаласаңыз, онда әрине ширинасы кішірек болады. Міндетті түрде өлшеп отырып тоқу қажет. Енді қараңыздар, біздің соңғы қатарымыз именно снудты тоқыған кезде бұлай біту керек. Жіптің ұшы оң жақта. Міне, осы жақтан бітіресіздер тоқымаларыңызды. Енді қазір біріктіреміз. Ең бірінші петляға жұмыс петлясы емес, міне мына тұрған бірінші петляның арғы қабырғаларынан алып тоқимыз ғой. Арғы қабырғасына крючокты кіргіземіз. Жұмыс жібін бірден осы крючокқа кіргізіп, біз бері қарай тартып шығарамыз. Келесі екінші петлямыз. Арғы жақта да екінші петляның арғы қабырғасы, соединительный столбик тоқимыз. Дәл шапканы жапқандай.
мінекей осылай соңына дейін жауып шығасыздар. Мен соңғы жағына келдім. Лакерді алып тастап, ең соңғы петляны біріктіремін. Мінекей. Шов, но. Мынаны теріс қарай аударсаңыздар болады. Сырт жағынан әдемі, мына жағынан әдемі көрінеді. Ал мынау іш жағы болсын. Бір жуып алатын болсаңыздар, жұмсарып әдемі болып шығады. Мінекей. Мына жіпті де солай инемен жасырып шығасыздар. Магазин сияқты болып қалады. Басындағы бөбенчігін қолмен жасауға да болады, жіптің өзімен, немесе магазины меховой помпондарды сатып алсаңыздар, вообще әдемі көрінеді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды қыздар. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазып сұрасаңыздар болады. Және де қыздар, осы видеоның астына мен Instagram парақшама ссылка қалдырып кетемін, WhatsApp номеріме ссылка қалдырып кетемін. Мүмкіндігінше тоқыған жұмыстарыңызбен менімен бірге бөлісіп өтсаңыздар, мен өте қатты қуанатын едім. Соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Мені қолдап, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.